Ассаламу алейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздерге закваска жасаудың 3-ші этабын көрсететін боламын. Бізде алмалы суымыз 3 күн бөлме температурасында тұрды. 3-ші, 4-ші, 5-ші күндері біз газын шығардық. Бізде жалпылама алғанда 5 күн өтті. Енді біз заквасканың қамырын жасайтын боламыз. Суымызды өлшеп алатын боламыз. Баклажканың қақпағын ашқан кезде осылай қатты көтеріліп кетуі мүмкін. Бірақ одан еш қорықпаңыздар. Кәдімгі газды суды ашқандай ашып алыңыздар. Суды ыдысқа құйып жатқан кезде мән беріңіздер. Бізде алмалардың үлкен тілімдері кетіп қалмау керек. Көріп тұрғандарыңыздай бізде судың салмағы 521 мл болды. Енді суымызды шетке алып, біз ұнымызды өлшеп алатын боламыз. Менде пионер ұны 1-ші сұрыптағы. Енді осы жерде ұн туралы сіздерге толық ақпарат беріп өтсем, бізде закваска жасауға қолданатын ұнның құрамындағы ақуыздардың мөлшері 10,3 грамм болу керек. Бұл жерде мендегі ұнның ақуыздарының мөлшері 10,6 грамм, яғни бұл жарамды. Қосатын ұндарыңыздың құрамындағы ақуыз мөлшері кем дегенде 10,3 грамм болуы керек. Тағы да айта кететін нәрсе, біздің пайдаланатын ұнымыздың шыққан мерзімінен 3 ай өту керек. Шыққан мерзімі 3 айға жетпеген ұндар шикі болып есептелінеді. Ол ұндардан мейлінше закваска жасамаған абзал. Және де кез келген жоғары сұрыпты және де 1-ші сұрыпты ұндарды ғана пайдаланыңыздар. Мінеке қыздар, көріп тұрғандарыңыздай мен 721 грамм ұнды өлшеп алдым. Себебі менде жаңа суды өлшеген кезде 521 мл шыққан болатын. Ал сіздерде 450 мл су шығатын болса, оған 650 грамм ұн қосасыздар. Яғни суларыңыз қандай мөлшерде болса, ұнды соған 200 грамм артық қосатын боласыздар. Енді ұнымызды салып, алдымен венчиктің көмегімен, кейіннен қолымызбен жақсылап қамыр илеп алатын боламыз. Қамырдың иін қандырып қажет емес, жақсылап бірігіп біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып илеп алсаңыздар жеткілікті. Бізде қамырдың консистенциясы осындай кішкене қолға жабыспақ болады. Осындай жабыспақ екен деп үстінен ұн қосып жүрмеңіздер. Мінеки енді дайын болған қамырымызды осында 2 литрлік шыны банкаға салатын боламыз. Мінеки толықтай қамырларымызды банкамызға салып алдық. Енді силиконовая крышкамен жауып, жақсылап сүлгімен бірнеше қабаттап орап, жылы жерге қалдыратын боламыз. Мейлінше қалың етіп, жылы болатындай ораңыздар. Және де жылы жерге 5-6 сағатқа қалдырамыз. Егер де 5-6 сағатта толықтай закваскаларыңыз көтерілмесе, 7-8 сағатқа қалдырсаңыздар болады. Менің закваскам шамада 7 сағаттай тұрды. Қараңыздар қалай әдемі болып көтерілген. Біздің закваскамыз толықтай дайын. Енді бауырсақ болсын, нан болсын, пицца болсын, кез келген закваска қосып жасалынатын өздеріңіз қалаған затты жасай берсеңіздер болады. Неге қақпағында ашып көрсетейін? Өте әдемі болып көтеріліп шыққан. Қыздар, енді бұл закваскамызды тоңазытқышта сақтайтын боламыз. 10 күн өткеннен кейін мен сіздерге заквасканы тамақтандыруды, яғни көбейтуді видеоға толықтай түсіндіріп, YouTube арнама жүктейтін боламын. Бұйырса алдағы видеолардан тамашалай аласыздар. Жалпы бұл видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Заквасканың арнайы ақылы мастер-класстарын сатып алмай-ақ, дәл осы мен ұсынған тегін мастер-класспен жасап көрсеңіздер болады. Дәл осы заквасканы қосып жасайтын, аштықсыз жасалынатын нандардың да рецептісімен бұйырса бөлісетін боламын. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.